Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде екінші сабақ қонақ күту. Жаңа сөздер. Напиши в словарь и выучи. Қонақ, гость, төр, почетное место, дастархан, стол, уже накрытый стол, қарсы алу, встречать. Бірінші тапсырма. Суретке қара, сұрақтарға жауап бер. Посмотри на картинку и ответь на вопросы. Бірінші сұрақ. Дастархан басында кімдер отыр? Кто сидит за столом? Жауабы: дастархан басында атасы, әжесі, әкесі, анасы, қарындасы отыр. Екінші сұрақ. Олардың көңіл күйлері қандай? Какое у них настроение? Олардың көңіл күйлері жақсы. Теперь, ребята, обратите внимание, как мы отвечаем на вопросы. Обратите внимание на вопрос. Например, во втором вопросе у нас спрашивают, да, олардың көңіл күйлері қандай? Основной вопрос у нас қандай, какой? Мы точно так же начинаем предложение олардың көңіл күйлері, и вместо вопроса қандай, какой, мы должны вставить прилагательное, ответить. Дальше продолжайте сами. Екінші тапсырма. Тыңда, сұрақтарға жауап бер. Послушай и ответь на вопросы. Қазақ халқы қонақты ерекше сыйлаған. Келген қонақты үй иесі өзі қарсы алған. Бұл қонақпен бірге құт кірсін деген мағынаны білдіреді. Қонақты төрге отырғызған, дастархан жайып, қонақтарға ет асып, қымыз, шұбат берген. У казахского народа особый прием гостей. Гостей встречает обязательно сам хозяин. Это значит, вместе с гостем приходят в дом и благополучие. Гостя садят на почетное место, накрывают на стол, готовят мясо, бешбармак, дают қымыз и шубат. А теперь давайте ответим на вопросы. Қазақ халқы қонақты қалай қарсы алған? Как встречал гостей казахский народ? Қазақ халқы қонақты ерекше қарсы алған. И так далее. По тексту отвечаете на остальные вопросы. Үшінші тапсырма. Қонақ күтуге қатысты сөздерді оқы. Сөйлемдер құрап айт. Прочитай и составь предложение. Дастархан. Сәлеметсіз бе? Қарсы алу. Киімін ілу. Төрге шығару. Теперь, ребята, с каждым этим словом надо составить предложение. Мысалы, үлгі у вас написано, это пример. Қонақ келсе, төрге шығыңыз деймін. Так, мы, значит, использовали төрге шығу. Төртінші тапсырма. Қонақты күту әдептері туралы дәптеріңе жаз. Напишите правила, как мы должны встречать гостей. Мысалы, қонақты күліп қарсы алу керек. Қонақты үй иесі өзі қарсы алу керек. Гостей должен встречать хозяин. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.